Здравствуйте. Мы парламентская первая школа имени Қаныш Сәтпаева с именем видеоролик. Сәлеметсіздер. Қаныш Сәтпаев атындағы нөмір 61 мектеп лицей оқушыларының атынан алғыс айту күніне жасалған видеоролик. Сәлеметсіз аға. Сіз неліктен алғыс айтасыз және не үшін алғыс айтасыз? Енді алғыс айту күні жылда 1 наурызда атап өтіледі. Біз ең бірінші алғысты ата-анамызға айтамыз, өмірге әкелген, дүниеге әкелген бізді оқытқан ұстаздарымызға айтамыз. Жан-жағымызда жүрген адамдарға айтамыз. Мен алғысты осы мектептің ұжымына айтқым келеді. Оқушыларға айтқым келеді. Осы мектепте оқып, білім алып жатқан ата-аналарға айтқым келеді. Бәріміз де ар болайық. Алғыс айту күні құтты болсын. Сәлеметсіз ағай. Бүгін біз алғыс айту күні құтты болсын. Енді сіз алғыс айтуға байланысты бір күй тартып бересіз бе? Әрине, тартып беремін. Получается, сегодня у нас день благодарности. Я бы хотел знать, что вы думаете об этом дне? Я думаю, это день очень хороший день. И в этот день каждый человек должен благодарить своему близкому. Сәлеметсіз аға. Сіз қай кезде алғыс айтасыз және неліктен алғыс айтасыз? Мен күнделікті өмірде таңертең тұрғаннан кейін бірінші бізде біз Құдайды көрмесек те күш бар екенін сенеміз. Аллаға алғыс айтамын. Түнмен аман-есен оятып, таңның атып, таңын көрген үшін. Одан кейін отаныма алғыс айтамын. Осы шама байтақ даланы бізге қалдырған ата-баба алғыс айтамын. Одан кейін осы өміріме алғыс айтамын. Добрый день! Я думаю, что это отличный праздник. Благодарность каждому новому дню. Я искренне поздравляю с Днем Благодарности весь коллектив, учителей, учеников, родителей. Желаю процветания нашему школу-лицею 61 имени Қаныша Сәтпаева.